Hoş gördük біздің арнамыздың тыңдармандары, көрермендері. Бүгін мынау ешкі малы жөнінде кішігірім әңгіме айтқалы отырмын. Міне осы ешкілердің сүтін күріштің жуып әбден тазалап, сондай керемет сыр күріш тамақ істеуге болады. Бұны бізге бала кезімізде анамыз жасап беретін. Асқазанға ешқандай ауыртпашылығы жоқ. Міне көрдіңіздер ме, бірінші күрішті осылай алып, тазалап мынандай ыдысқа саласыздар. Енді көлеміне қарай ғой, 10 адам бола ма, 5 адам, 2 адам, міне сонан соң ақырын күрішті әдемілеп осылай жуасыздар. Судың астына қойып тұрып, әбден тазалап, анау аппақ несі ағып кетуі керек. Міне көрдіңіздер ме, және бір тағы да тазалап жуып, бақ кәдімгі маржандай болу керек. Анау ақталған ағым құрту керек. Ол кейін адамның денсаулығына зиян болады. Міне қазір енді осының ішіне күрішті салып, үстіне қазір міне азғырым тұз саласыздар. Енді тұзсыз тамақтың дәм болмайды ғой. Көп салуға да болмайды. Мынау асқазаны ауыратын, гастриті бар, сондай адамдарға тұзды көп салуға болмайды. Мұны мөлшерлеп, кімнің қандай жегісі келеді, сонша саласыздар. Сонан соң қазір сүтін құямыз ешкінің. Сүтін құйып тұрып, әбден араластырып қайнатамыз. Сулылау опты істеуге болады, көже қылып, сәл қоюлауда қылып, енді каша деп айтып жатады ғой. Енді бұл кашаның мынау дүкендерден сатып алған емес, міне қолдан осындай сүттен жасаған. Бұл әсіресе жасыл қойған кісілерге, мынау асқазаны ауыратын, мынау қан диабетіне ұшыраған адамдарға бұл өте пайдалы. Міне осыны әр кез осылай жасап ішіп жеп жүрсеңіздер, денсаулықтарыңыз жақсы болады, ауырмайсыздар. Бұл керемет тағам. Біз бала кезімізден анамыз бізге осылай жасап беріп, осылай бізге үйреткен. Біз осы тамақты ішіп үйренгенбіз. Бұл таза, табиғи, құнарлы тамақ. Бұл май сияқты адамның бауырын майламайды. Демікпе ауру барлар, мысалы, көп қой демігіп, май жесе асқазаны ауыртпай қалатындар бар. Міне сүтпенен бұл нағыз керемет, өте сіңімді, адамның денесіне де өте пайдалы, керемет тағам болады. Қазір піскен кезінде көрсетеміз. Көбірек құйсаңыздар, көбірек сулау болады, кәдімгі көже сияқты пішсеңіздер де болады. Қоюлау қылып, кейбір адамдар көжеге қанағаттанбауы мүмкін ғой. Сондықтан кішкене қой қылсаңыздар да болады, қой қылып жесеңіздер де. Мынау күріш бұл сүтке пісірілгеннен кейін адамның ағзасына тез сіңетін болады. Сүтте витаминге өздеріңіз білесіздер, әсіресе кальций, мынау сүйегі шаршап, осы сүйекке витамин жетіспей жатқан, осы сүйегі ауыратын адамдар, аяғы қақсайтын адамдар, қолы қақсайтын, иығы, осы жасап жатқан тамақты жасап ішсеңіздер өте жеңіл болады. Демалып жатсаңыздар да, ұйықтаған кезде де асқазанға ауырлық жасамайды. Сондықтан осындай сыр күріш, біз бала кезімізден анамыз бізге осылай сыр күріш деп үйреткен. Міне осындай әдемі тағам болады. Әр уақытта қазақ елінде дастарханы тола, ас болсын, тек елде жақсылық, береке болсын. Барша мұсылман қауымы, біздің арнамызды көріп жүрген қырғыз бауырларымыз, Өзбекстаннан жазылған екен арнамызға. Баршаңыздың елдеріңізде тыныштық, отбасыларыңызда тек береке, мереке болсын. Біздің арнамызға жазылып, бізді қолдап, бізге лайктарыңызды аямай басып жүріңіздер. Ал ендіше, қымбатты тыңдармандар, қымбатты біздің арнамыздың жазылып, бізді көріп жүрген, біздің арнамызға демеушілік жасап жүрсіздер, сіздер көріп, баршаңызға айтар алғысымыз шексіз.